бүйтіп істей аласыз ба деп. Бірақ ондай бар. Я кішкентай кезден көп көргенсіз, көп шыққан көзіңізге, видеоларды көп көргенсіз, содан кейін барғыңыз келеді. Қуаныш Бейсек брат мысалы ше. Қуаныш Бейсек, Венера Байжігіт екеуі 2016-да 14%. Сен ана қыздарына рахмет айту керексің да, брат. Бізде саяхаттайтын 99%-да 9% қыздар. 900 мыңға сатып алды ма адамдар? Майский турда? В общем, бюджет кішкене сливаться етіліп кетті десем болады. Айына бір тур жасап отырасың ба? Бір емес, бір, екі, үш тур максимум жасаймын Европаға. Контентіңіз осылай турды сату керек қой, сізді қызықтырып ше. Маркетинг түн. Біздің кезекті разбор. Нөмірі 6 ма, 7 ма? 6 ма, 7 ма, 8 ба, сондай уже официальный, неофициальный түнде бар. Оны көрмедіңіздер деп қайтадан. Әсет мырза, туризм саласы. Дәл өзі. Әсеке қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Жемпіріңіз қош екен. Ассалаумалейкум. Рахмет. Рахмет. Қош көрдік. Сразу бастаймыз, сұрақтан. Неме айналысыз? Тек туризм ба или қалай? Жалпы, айта кетейін. Түсіндіріп кетіңіз. Барлығына ассалаумалейкум. Негізі өзім Шығыс Қазақстан облысының тумасымын. Бәрекелді. Руым Найман. Жасым 26-да үйленген. Фитнес тренерсіз еще. Екінші мамандығым. Дене айналып кеткен. Бірақ ондай бар. Кеше көрдік баняда. Тегізім. Ол қайтқаны ғой қайта. В целом, ол енді увлечение кезінде болған мамандық десем болады. Деп? Көрсетеміз оған. И в целом туризм мамандығын бітіргем өзім. Мен де. Иняза. Енуда. Сразу бала кезден жалпы саяхаттан жақсы көрім. И өзімнің қазіргі істеп жатқан жұмысымды да жақсы көріп істеймін десем де болады. Ну, как бы сразу туризм деген особо Қазақстанда білесіңдер ғой, ақсап тұрған сфера болғаннан кейін. И үйдегілер де басында мысалға не істеймін. Қазір ойлайды да, сразу мен 11 бітіргенде жалғыз өзім ғана туризм таңдадым да. И ешкім туризм, в целом, Қазақстанның туризміне вообще болашағына ешкім сенбейді да негізінде. И в целом то же самое платный оқып. Платный оқыдыңыз ба? Платный оқыдым, до конца барам деп. Не болса да, в общем, туризм таңдаймын деп, енді үйдегілерге қысым болды кішкене, бірақ платныйға түсіп, платный оқып келдік до конца. Осы мамандықпен келем деп. Қазіргі таңда жалпы турагентствомды аштым. Құдайға шүкір, өзімнің сол мақсат қойған мақсатқа жетіп, турагентство ашып, 2 жылдан астам уақыт болды. Жалпы туризм сферасында сол ана студент кезден бастап осы тәжірибем осында бар десем болады, 4-5 жылдық. Ішкі туризмінде осы шетелге де жасап бастадым, 5 жыл болды вообще. Жалпы жылдық обороты 150-200 миллион турагентствоның. Сол аралықта десем болады. Рентабельность аз, я? Или нормально ма? Ау? Рентабельность. Таза пайда қанша? Таза пайда 20% мен 40% арасында. Қойш? Прям 40% ба? 40%. Даже 50-ге дейін барады. Егерде біздің маркетинг түннен қанша тауатыр деп ойлайсыз деп бірген. Енді бізде кішкене турагентство болғаннан кейін қазір енді айтамын ғой, в целом маржа солай, оборот солай, нольдан бастап сразу өзім кішкене шетелге найымда жұмыс жасадым басында турагентствода. Осы өзімнің турагентствомды ашпай тұрып, сол кезде опыт жинап осы Алакөл, Көлсай, сол жақтарға адам таситын, кәдімгідей бүкіл тоже операционный бәрін өзім жасайтын, жаңағындай таргет жіберу деген сияқты. Жібермеймін, просто сондайларда нанимать етіп ше, в общем, наниматель сондай болды. Транспортпен келсем, анау гидпен келсем, в общем, бір андай ұйымдастырушы қабілет болды да сол кезде. И сөйтіп Алакөл ішкі туризмнен организатор болдым, в целом полностью. Но одан шыққым келді. И ол жақта табыс кішкене төмен болды бір жағынан. И өзің жеке ашқың келді деген сияқты. И потом сразу туризмға полностью шетелге кіріп кеттік сразу. И кірген бойда бәрі күшті гладко болды дей алмаймын. Сразу минустар да болды, қателескен кездер де болды, қадалған кездер де болды. Кіре салып, сразу туризмға кірдім. Бірінші айдан бастап сразу 5 миллион теңге таптым. Вообще кәдімгідей өзім ойламаған сумма болды да негізінде. Оборот емес ол, мысалға. Бір-ақ рет таптың ба содан? Жоқ, оны жалғастырып келе жатырмын ғой. Просто сол жердің өзінде сол тапқан суммамды қайтадан сол жерге почти что шашып тастадым десем де болады. Көбін. Өйткені бірінші рет резко кіре салғаным бар, көптеген недочеттар бар, енді өзім білмеген минустары бар, енді авиакомпанияны шетелдесің ғой, мысалы өзім еще маршрутты особо толық білмеймін жаңа, алып кеткен адамдар полностью кәдімгідей рисковать етіп сөйтіп. Сондай минустардың бәрін есіп келді ғой қазірге дейін. В целом сол жерде сынып тастап кетуге де болар еді, әлі қадалып полностью. Сөйтіп, в целом осы кезге дейін осы туризммен жасап келе жатқан жайымыз бар. Ал негізгі запрос
айта кетсем, маркетинг түріне келгеннен кейін жалпы маркетинг бойынша соны айтып кетсем бірінші сұрақты. Қазір енді личный бренд деген дамып жатыр ғой, негізі личный бренд арқылы қазір сол услугаңды да полностью сатасың. И жаңағы чек, осы кезге дейін разборлар өтіп жатырмыз ғой, соның барлығы біраз пайдалы болып жатыр негізінде. Менің сферама да келіп жатыр, өзімнің косяктарымды да түсініп жатырмын, шеттен кәдімгі уже отырмай жатып, уже кішкене біліп жатырмын десем де болады да. Отырсам қалай болады деп кәдімгідей уже сондай болып кетті. В целом бірінші сұрақ. Адамдармен сөйлесіп үйреніп қалғанмын ғой мен. Күнде турда жүреміз, 10 адам, 20 адаммен, кез келген характердегі адаммен тіл табысып кете аламын негізі, егер өзім қаласам. Любой тақырыпта. Любой тақырыпқа, любой адаммен тіл табыса аламын. Communication топ. Communication топ десем болады. Просто осындай камераға сөйлеу дегеннен ұялатын, қысылатын бар, бірақ оны қазір жеңіп келе жатырмын мысалы. Бәрекелді. Рахмет. Сол енді Instagram канал ашқан арадан көрсетіп жүрсек деп отырмын. Қазір өзім жеке брендімді бастап жатырмын. Алғашқы рилстарымды салып деген сияқты ғой. Қазір командама өзім продюсер алдым, пиар және де мобилографпен бірге кәдімгідей келісіп, полностью жұмысты 10 күн бұрын бастадық. Бірінші сұрақ, енді в целом сендерде профессионал ретінде полностью жеке бренд, өзімнің жеке брендімді как туризм эксперті ретінде қалай монетизация жасасам болады, қалай ерекшеленсем болады басқа конкуренттерден, және де қазіргі брендке, өзім брендіме қатысты қандай Қазақстанда болып жатқан трендтер маған үлкен бір мүмкіндік ашылу мүмкін деген сияқты да мен сферама. Және де қазіргі өз саламда мықты топ болу үшін қалай топ бола аламын және де қалай көрінем, бірінші сұрақ осы негізі. Мысалы, и оны көрсетсем деген алғашқы видеоларымды қалай салып жатырмын, примерно дұрыс па, стратегиям дұрыс па, сол арқылы бір дәлел ретінде көрсетсем. Егер қателіктер болса түзеп айтып, мына жерде дұрыс емес, мына жерде. Ал потом жаңағы турагентствомның ішкі жағын екінші сұрақ ретінде айтсам. Нұрсеріктің несін алайық та, ноутбугын қосайық. Кешегіні ма? Инстаграмда кіргізіп беру керек бірақ. Я Инстаграм аккаунтыма кіргізіп, мен видеоларға кішігірім разбор жасатып алғым келіп тұр, чтобы қазір мен продюсермен жұмыс жасап жатырмын ғой. И ол продюсерімнің қателігі бар ма, либо там бір жерден минус болып жатыр ма. Енді бастасақ та ол мен сарафанка арқылы келдім ол продюсерге да. И мобилографында қазіргі стористердің бәрін уже салып жатыр, мен білмеймін да уже салып. Танимыз да танымаймыз ба? Кеше жүрген танымайсыздар. Жалпы жүріп келіп түсіріп кетті үшін бір-екі рет. Не процент, қанша процент алады? Процент емес, зарплата болды. Зарплата алады. 200 мың теңге зарплата беремін. Зарплатаға істейтін продюсерлер бар ма? Ой, продюсер емес, мобилограф. Бәсе? Продюсер тоже зарплата беремін, болды. Без несіз, процентсіз. Продюсерге 400 мың теңге зарплата төлеймін бір ай. Пиар продюсер. Полностью үйреніп сұрақ қойып ше. Мен полностью контент планын жазып берді. Мен полностью контент планын жазып берді. 30 күнге 40 рилс жазып берді. 40 рилс сценарий, екеуміз бірге отырып распаковка алып. Мысалы, ол да саяхаттаған жақсы көреді, өзін дәлелдеген қыз болды да, сарафанкар. Өзінде 15 мың артық подписчигі бар, шетелде тұрған. Екеуміздің вайбымыз келеді кішкене біраз. И в целом соны көрдім да. Айдын деген емес па? Жоқ, Диана Яшева деген қыз, мысалы, не болып кетті ма, реклама десең да. В целом енді жұмыс бастап жатырмыз ғой, енді результатын алдағы уақытта деп енді цель қойып қойдық, жылдың соңына дейін 10 мың подписчик жинаймыз деп. Қанша подписчик қазір? 1400. 8600. Диана маған айтты, негізі 5000 подписчик жинап беремін деді да, ол кісі как бы не ретінде 100% деген сияқты 5000, а дальнейшем уже Құдайға байланысты, Аллахтың қалауымен деді. Менің өзім ниетім 10 мың подписчикке жету. Өркен ағамен не жайлы мен идеямды естіген бе едіңіз, естімеген бе едіңіз? Естіген жоқпын, негізі Өркен ағаға да мен бір-екі рет реклама не істеп көргем. Жоқ, ондай емес басқаша. Ол көрмедім. Кім естіді оны? Мен айтқан болсам дейін. Естідіңіз ба? Естігесіз ба? Қақта рилста ма? Рилста ғой деймін мен. Жоқ, алдын айттыңыз ғой. Мынау ашылатын болды ма бірақ? Қанша миллион дедіңіз осындай продажа? Проектор. Жоқ, басқа. Проектормен кім айналысып жатыр, ноутбукпен? Бағана ашып көрсеттіңіз. Либо может телефоннан қарап көріп айта салсаңыздар. Ана жағына өте берейік па, контент жағына? Все хорошо. Туризм саласы дұрыс па? Иә. Туризмда Инстаграмда нені сату керек? Вайб. Туризм дегенде бөлінеді да, туризмдер. Макстен сұрап отыр. Туризм сферасы өте нелерге бөлінеді, үлкен сфера ғой.
горящий жаңағы турагентстволар, тур операторлар бар. Мен оның ішінде именно авторлық тур жасайтын саланы өзім таңдадым да. Неге? Өйткені ол жақта жалпы ерекшелік көп жасауға болады, уникальность көп енгізуге болады. Не банальный, не стандартный маршрут. Жоқ, туризмді айта кетсем деген ба, жалпы сен? Түсініп тұр ғой, сұраққа жауап. Қандай дедіңіз? Қайталап жүрсіз ба? Инстаграм дейін сату керек туризмде. Инстаграм туризмда, енді мен туризм болған үшін мүмкін эмоция сату керек шығар. Қандай эмоция? Сол вайбты беру керек деп ойлаймын. Туризм, жалпы туризм істеп отқанда саяхаттың вайбын беру керек деп ойлаймын адамға. Беріп отырсыздар ма? Мүмкіндігінше. Беріп отыр ма? Күшті контент. Ол өзімнің контактым ғана, мен рабочий страницаны көрсеткен жоқпын, просто Мен сіздер кіріп қазір. көріп аламын, брат. Көріп отырсыз. Көрейікші? Кыз беремін, брат. Сол талқыласам ба деген, просто видеолар ашылады. ерсін как соларын саланың профиль ретінде. Конкретно мына видеода сен осы жерде допускаешь или осы нәрсені қоссаң, мынау атады деген моменттер керек та мен үшін. И маркетинг бойынша. В целом енді қазір өзім профессионалдарды сол үшін нанимать еттім да, конкретно өзім болған басым ауыртпас үшін. Ана жаққа біреу отыру керек қой. Стилевый екен қызыңыз. Эстетиканы жақсы көремін, чисто полностью. Басқа инстаграмнан кіре саласыздар ма сосын? Кешкен Лаура сияқты. Неге, брат? Лаура. О, бүгін Рабочий басқа Лаура. аккаунтымда Бүгін Леспек. Жоқ, поисковый. Асет Travel деп жазсаңыз. Кеше Манапова болды ма? Шықпай-ақ қойшы, брат. Поисковый запроспен істейсіз. Кеше басқа Асет Лаура Travel. болды. Асет.travel. Главный настрой. Өзіңіздің контентіңіз сәл дұрыс емес кетіп бара жатыр. Капотурды көрейін қазір. Поисковикте тепло стиль деп тұрған ше. Әсетжан ағаға кіресіз. Кешегіден видеолар салып қойған. Алматыдағы топ-5 отель деп басыңыз кесіліп қалған ше жаңа. Жоқ, оны обложкасын қойып реттейміз. Кеше ғана салынған ғой. Ертең басым қайтадан Понятно, келеді. қашық контентіңіз. Фокус сағатта негізі. Тек өзім жалпы 14-тен астам мемлекетте Мен тұрмын ма жерде? Я, брат, бүгін салдым ма? Сен жарнамап. Сен жарнамалап жүрмін ғой деп. Сол ғой десең жатыр. Авторский тур қай жаққа жасайсыз? Авторский тур Европаға жасаймын. Европаның барлық мемлекеттеріне. Және де Турция, Грузия, жалпы қазір Корея, Япония и Мароккоға ашып отырмыз. Көптен. Былай сұрақ қойшы. Кім қай елге барғысы келеді? Европаға бармайды, Европаға. Қазіргі менде акцент Европа. Қай елге? Бір қаланы айтыңыздаршы. Европаның бір қаласы. Шри-Ланка, иә? Не үшін Шри-Ланка? Видео көрген бұл Шри-Ланкада. Осы декабрьде, осы ноябрьде барамыз дегенбіз. Қандай видео көрдіңіз? Reels. Топ-10 мест Шри-Ланки дегенде ана водопадты. Очень жерлерді көрсетті. Поездда отырып бүйтіп видеолар ма? Содан кейін Шри-Ланкаға барыңыз деп қалды. Все, алайын тұрғанда бір моментте болып қалды. Компанияны қалай таңдайсыз? Компания дегенде, так, біз турға жаздық, бір-екі турға. И Google'дан қарадық, мен жазғам Шри-Ланка или горячий тур деп та Инстаграм поиск жазғам, шықпады особо. И Google'ға жаздым, бір компания шықты, соған өзіміздің WhatsApp-ымыз ұстадық, бізге нелер жүреді. Google'дан іздедіңіз ба? Турда? Инстаграмда шыққан жоқ. Қай ел дедіңіз? Америка дедіңіз ба? Нью-Йорк. Нью-Йорк, иә? Не үшін? Как детская мечта ғой. Иә, кішкентай кезден көп көргенсіз, көп шыққан көзіңізге, видеоларды көп көргенсіз, содан кейін барғыңыз келеді. Тағы бір басқа мемлекет айтайықшы. Америка, Нью-Йорк. Қазір айтты ғой? Рим? Римға. Не үшін Рим? Италияға, өйткені бұрыннан келеді қандай исторический, бұрында гладиатордың соғыс деген бар ғой. Соны бұрынға. Анау екі жердің қырылысқан жерін көргіңіз келеді. Аренаны көргіңіз келеді. Барыс арена. Бір факт айта кетсем бола ма? Бізде саяхаттайтын 99% қыздар аудитория. Балалар айтады тек қана барамын, істеймін деп, балалардың ешқайсысы бармайды. На самом деле. 90% айтады Сіздер мен аудиториям емес былайынша айтқанда. 0,1% ұлдар ма? 0,1% ұлдар. Бір күні барамыз ба? 20-дан біреу ма? Бір күні баратындар. 20-дан біреу, 30-дан біреу ма? Иә, солай. Мыналардың мнениесі. Егер 20 адам келсе, соның екеуі ұл болуы мүмкін, либо мүлде ұл болуы мүмкін. Ол 10% ғой. Сондай. Ол аудитория қыздар. Аудитория қыздар. Нотты қалай істейміз ана? Ана жерге барып отыру керек. Брат, сіз өзіңіз апарасыз ба, или сізге апармайсыз ба, принципиально емес па? Жібере саласыз ба олар? Жоқ, мен негізі өзім жүрем. Полный емес, қазір менде. Узкий горлышко сіз ба? Жоқ, гидтарым бар каждый мемлекетте. То есть сен бармай-ақ көп па жинап мен бере аласың? бармай-ақ жинап қазір жібере салып осында отыра берсем де болады. Қазір солай болып отыр ма? Солай болып отыр.
қай елде жүр? дәл қазір болған жоқ, жақында ғана отыршы. Евротур бітті. Сол жақтан 12 адамды апарып келді, келді, бәрі нормально, отзыв получили, все хорошо. Автобуспен жүрді ме Европаны аралап? 9 мемлекетті аралап бір болған кезде. Автобус, самолет, каппаға пойыз. кіреміз ба сіздің аккаунтыңыз ба? Бірінші осыдан бастасақ, потом рабочийға екінші сұрақ болып тұр ол. Оныкі қиындау болып тұр негізі. Мен де в основном эстетикада, мен бұрыннан тек қана Көрдім, эстетика. сурет салуды ғана мен істей бергем да. Жаңа мен сұрақ қойдым ғой. Эксперт жоқ іште. Жаңа сұрақ қойдым ғой адамға, қай елге барғың келеді, не үшін деген сұрақ қойдым. Одан не нәрсе шықты? Не үшін деген кезде сол мемлекеттің ана локациясын көргім келеді деген сұрақ. Ілдім да өзім үшін көрдім. Соны нормально ма? Жиги, арттағы. Даму тұрасыз, брат. Көрініп отырсың. То есть, бұл жақ емес. То есть, адам сол мемлекеттегі жерді, вайбты, халқын, мәдениетін, интересный локацияларды көргісі келеді контент арқылы. Дұрыс па? Бұны бізде Қазақстанда кім жасады? Кім жасады? Үркен аға жасады. Сосын тағы бір адам жасап жүр. Сәкен. Қайсар! Қайсар екен. Бірақ енді ол андай бұл контент кетіп қалған ғой, мысалы да. Қалған бірақ көрсетіп жүр. Бірақ в основном travel блог. Одан кейін енді ол жерде енді қуғанын көрсетеді ғой. А так Өркен аға чисто туризм жағын көрсетеді. Бір мемлекетке барған кезде қалай түсіндіреді оны мысалы? Мәдениетін, несін барын. Мощно түсіндіріп береді. Ананы көрген кезде адам барғысы келеді. Сұрақ сондай нәрсені беріп жатыр ма сіздің каналыңыз? Дәл қазіргі сәтте жоқ. Екі аккаунтыңызда беріп жатқан жоқ. Мен оны ананда көрдім да уже. Ор жақта енді арасында ара-сыра мүмкін бар. Жоқ, мен көріп шықтым. 50 рилс бүйтіп шықтым да, примерно. Еш жерінде жоқ. Осылай. Жоқ, бар, мынандай сияқты видеолар бар да. Жақында ғана ауысты кеше ғана, 2 күн бұрын. Мынандай сияқты видеолар бар енді. Типа әдемі, топ-6 Осы миллион жинаған осы подписчикті көтерген. Сосын 2 блогермен де жұмыс жасағанбыз. Негізі подписчиктары негізі көбінесе шынайы. Ютубқа кірейін. То есть біз сол жақтағы халықтың мәдениетін, қандай локациялар бар, қандай ерекшеліктер бар, қандай тағам жейді, соның бәрін контент арқылы кәдімгі. Негізі сіз шетелде жүретін адамсыз ғой, только видео көрсеңізбен. Негізі Через личный бренд құратын болсаңыз, только солай. негізі өзім қазір Стамбулда тұрамын ғой, мысалы. Жақында келем, қайтадан обратно, айелім сол жақта. Әр елге Ол кезде мен ой болмаған, что өйстіп мобилографты алып жүріп, өйстіп түсіру керек деген нәрсе миыма кірмеген ба, или там айттым ғой сіздерге, камерадан кішкене нелеу бар деп ше. Сол страхтарды қазір потихоньку. Қазір мен андай экспертный отырып сөйлеп деген нәрсесін өзім кішкене жеңіп бардым да оған. енді сөйлеу жағын білмеймін, мен сөйлеуіңіз мықты болу керек бір мемлекеттің зерттеп ше. Ол жағын. Мысалы, менде мынандай идея болды, бір кісі ғана естіген. Туризмға қатты қызықтым, ютубтан оқып тұр, қараймын, Қазақстанда бір шетел туралы, мысалы Швейцария, Саудовская Арабия, Бали тұрған әртүрлі мемлекет. Осы мемлекеттердің полный ішіндегі вайбын көрсететін қазақша ешқандай выпуск жоқ. Ютубта. Вообще жоқ. Естігесіз ғой? Енді менде travel дегенде кім есіме түседі? Өркен аға да. Мен өзім шығам ба деп ойладым, бірақ мен Өркен аға сияқты сөйлей алмаймын. Менің ондай білімім жоқ. Мен YouTube зерттей алмаймын, потому что оны бір рет Москвада жүрген кезде Кремль тұр ғой алдымда. Сол туралы бір видео түсірсем, дан білмеймін ғой, ашам да. Үйтем, еш нәрсе айта алмаймын ғой. Ал сен басқа мемлекетке барып тұрсың да, ол жердің халқы зерттеу керек та. Енді ол жағынан білмеймін, біліміңіз бар ма, жоқ па? Ну, по большей части полностью Өркен аға сияқты бар деп айта алмаймын. Но в среднем не бар, какой-то мысалы Италия или в Стамбул база бар да. Егер де оқып, ашып кітаптың бетін ашсаң, үйреніп алып болады. Шетелдегі турды сатудың идеальный контенті негізі мынау деп ойлаймын. Менде ой былай болды да, Өркен ағамен коллаборация жасаймын. Менде канал болады. И маған бір осындай турагентство меніңге видео сатып алса, мен соны рекламировать етемін деп. Немесе Өркен ағаның атынан Өркене Travel деп ашып, канал ашып, өзім инвестиция саламын. Бұл жерде енді мына жерде 54 минут түсірген ғой. Бірақ Өркен ағамен біз Швейцария туралы баратын болсақ, кете береді Өркен аға сөйлеп. 10 выпуск түсіремін да, ютубқа ше. И каждый мен ойлаймын. Реально 1 миллион, 2 миллион просмотр жинайды деп. Соның арасында турагентствоны сатамын. Соның арасында 40-40 аламын да, уже рилстар жасай беремін да. Қалай? Қалай? Рилстар жасайтын 40. Ютубтан мен, так как ютубта продажда бойынша опытым бар, и мынау видеоның өзі автоматически продажаға алып келетін турагентствоға.
тұрсың ба? Инстаграм, ютуб арқылы мына елді көрген соң бүкіл нәрсесімен Птушкин түсіндіреді ғой. Просмотрлар нереальный, Орел и Решка деген проект бар. Күшті нәрселердің бәрін көрсетеді. И осындай контентке кіру керек. Ютуб арқылы да, Инстаграм арқылы да. Инстаграм арқылы там, не знаю, түріктер неге қап-қара, қып-қызыл шай іше береді, мысалы, Турцияда. Так қойсың да. Білмеймін ғой, неге? Кәдімгі ролик ретінде түсіру да, мысалы. Ну, енді ол түріктерде қалыптасқан сондай Иә. не ғой? Турция жайлы неше түрлі қызықты ақпараттар айтты ғой. Таксистер сені қалай алдайды, қалай алданбау керек, там, қай жерлерде балық донер жеуге болады, қай жерде бар балық аулауға болады, Азамат Амашев болады. жазда мысалы қай жерге бар демалуға болады деген сияқты Түркия. В общем, обзорщик болуыңыз керек қой, мықты түсіретін. Рилстарда да, ютубта да. Мысалы Қайсардың бар өліктермен түскен видеосы бар ғой. Нереально ғой, қызық та, көріп отырасың. Соны салсаңшы мысалы да. Кіммен түсірген? Короче, барады бір островқа. Тауасар. Островта адамдар жерілмейді. Адамдардың сүйектері кәдімгідей жатады. Соның қасына барып анау сүйектерді ұстап көріп кәдімгідей түседі ғой видеоға. Анау. Қарап отырасың. Мысалы, сол арқылы негізі шынымен де барғың келеді, сол мемлекетке реально идея. Вот это продает. Тур агентство, тур деген нәрсені. Қазір онда ешкім жасамайды негізі. Бірақ мен қараймын Қазақстанда. Сүйек үйтіп жүрмеу, брат, тонып жүрмеу. Жоқ, вообще жатқаным ғой, мен үйтіп жаса. Білмеймін, енді өзің көресің ғой. Ерсін айтты Европада пример сүйек келтіріп отыр тауып. просто түсініп тұрмын. Өкінішке орай тур агентствоның қазіргі максимум маркетингі ол не? Отзывтар, 50% скидка кетеді, бағасын сызып қояды, короче, мынандай деп Таргет. таргетіңе жібере береді. Горячий. Түсіре береді бағаны. Fun and sun деп түсіреді ғой. менде бағаны көтеру наоборот. Личный бренд арқылы кеткеннің дұрыс себебі доверие саған мықтырақ болады. Өте мықты болады. Потому что маған консультация алдым келді. Обороты осы 10-12 миллион. Осы Өркен ағамен коллаборацияның идеяны естіп алған. Сол бойынша сөйлесеміз ба деді. Сөйтіп ары қарай әлі сөйлеспедік, әлі кездескен жоқпыз. Өткенде бір жазып қойдық, кстати, ше. Осы YouTube бойынша. Соның өзі личный бренд арқылы айына 6-12 миллион арасында табамын деді. Личный бренд арқылы. Өзінің через личный блог арқылы сатады. Бізге обязательно адамдарға сенеді ғой қазір негізі. Егер солай әр елді мысалы түсіріп жүретін болсаңыз, нереально аудитория жинайсыз, нереально сізге доверие болады. YouTube арқылы көрсетсеңіз, бүкіл нәрселерді ше, жаңағыдай әркімнен әртүрлі фишкалар жинау керек қой. Птушкинді зерттеңіз, Қайсарды қараңыз, именно чем они привлекают вас. Түсінесіз ба? Мысалы, маған балық қызық та. Әр мемлекетке барған сайын мен яқтап балық аулауға барамын. И Австралияда бір блогер бар екен да. Вообще ағылшынша ғой, видеоны орысшаға айналдырып көруге болады. Соның балық аулаған видеолары бар ғой, бір жүріп ше. Оның просмотрлары 30-40 миллион. Екенше. Мен ойлаймын да, сол мемлекетке турмен сондай балыққа апарамын десем, мен скорее всего бір күн ілініп қаламын ау анаған. Балықшылар көп қой. Қызықтырса. Мысалы да, солай ерекшеленуге болады. Балық, там рыбалка или не знаю. Иә? Абу Рашид бар ғой, білесіздер ма? Меккеде тұрады. Біздің қазақ бауырымыз Алматыныкі. Сол жақта уже қаншама жыл тұрады и сол культураны өз блогына жеткізеді. И сол личный брендтан арқылы оған уже запрос на туры. Білімі мықты ислам жағынан, плюс культураны біледі, сол жақтағы уже қаншама жыл тұрғаннан кейін. Нереально балық аулайтын кісі. Мына ғой, по-моему. Осы ғой деймін, осын көргенмін. 8 миллион подписчиктер. Только балық түсіреді мысалы да. 31 миллион, 14 миллион, 13 миллион, 18. Маған почти мен көпсін көріп шыққам. Мысалы 9-3 миллион. Но білмеймін, енді ұйымдастырмай ма, былай жүреді видеосын қарашы. Лайв момент, күшті түсіреді. Балық аулаған бәрін түсіреді. Қыдырған түсіре береді деймін. Ютубқа. Өз өмірі осындай. Кайфынан қарап өтіп боласың. Мен үст барып демалғым келеді. Менде цель пайда болды. Бір үлкейген жаста осы жаққа кетіп қалып, 1 жыл, 2 жыл үстіп демалу дегенше. Мыналарды көрген соң натуре сондай цель пайда болды. Қарап отырасың да мысалы. Контентіңіз осылай турды сату керек қой, сіздің қызықтырып ше.
оны допустим дәл бұны тек қана өзімнің личный блогымда ма дәл осылай рабочий страницада осындай түсіруге болады да мен айтып жатырмын ғой, Разница жоқ қой, брат. лучше өзіңіздің контентпен через свое лицоны дамыту керек. Каналдың да атын солай қойып қой. Менің компаниям осы дейсіз, адамдар сол жаққа жібере бересіз да. Авторский тур там, не знаю, UFC-ға жасауға болады, солардың бәрін күшті көрсетуге болады. Инста кір, Марк деп жүрші. Бізде Қазақстан авторский тур жасайтын біреу бар. W, кейін, пробелдың. UFC ма? Жоқ, UFC ғана емес, футболға... Пробел қойсыр. Я Суитбери тур. До Марка. ең мықты кәсібін бере ғой да. Марк Уинс деп жүрші. Потому что блогеры. Блогерлармен коллаборация Қанша салады көрсетеді. примерно? Migration, Марк Винс. Қанша болса ғой примерно? Оборот па? Олардікі енді көп қой. Бізден 5 есе көп шығар. По кайфу балық жеп отыр 5 есе көп қой шын. бізден где-то. Просмотрларын қараш, видеоларын. Оларда чек қымбат қой жаңағы маржа. Жақсы да. Базар жоқ. Көрсетші бір лапша балық жеген видеоларын. It's our first glimpse of the grills. So you step in at the beginning and you have all sorts of different, kind of like Changpur station where you have a variety of different dishes from chicken to crab to vegetables. Mega. Дауысы миымда орып отыр же. Өзбекстанда хан сөйтіп арқа жақта Мен үшін тамақ Мына жерге просто бот қойып қою керек қой. Негізі пиши слово бірдеңе деп ше. Бүкіл заявкалар кете береді осы СРМ-ға ше. Кайф қой мына контент. Тамақ жеп отыр. Просто әлемде жүрді. Қалай мен қарапайым нәрсені просто біз қиындатамыз ғой негізі бір жағынан. Индиядағы өмір мысалы да қызық. Дубайдағы жаңағыдай бай өмір бар. Одан бөлек біреудің выпускын көріп қалмын мен ше. Кәдімгі нелерде тұратындай бір условиялар бар да. Солардың бәрін ютубқа кәдімгідей камераны артыңа алып алып жүру керек қой шын да. болмаса услуга сатып алсаңыз болады. Турға барған сайын камерамен жүру керек қой. Бір жылдық контент план өріп береміз деп. Ереге бізде жалғыз жолаушы деген бар ғой. Шашымыз бар да. Көрдіңіз бе Инстаграмда? Жоқ, кім? Жазып көріңіз. Жоқ, түсіретіндер бар, нелерде мен көрдім да. Тура осы сияқты. Қайсысы? Тоже қазір көрдім. Біріншісі. Не түсіреді бұл? Индияға барды, біраз жерге барып кетті ғой. Несі, без описания, без этого непонятно, да? Режиссер көрсеңіз. Вот. Қазақтар жалғыз жолаушы ютуб бар нәрсе. Ютубына керек шын? Походу бұл өзі түсіріп жүретін сияқты. Иә, өзі түсіріп. Жанында әйелі болды походу еще. Малайзияда жүрген бе мына чувак? Иә. Жарып жатыр ғой қазір TikTok страшно. Осыны көріп. TikTok'та маған бір 5 видео шыққан шығар. Малайзия мектептерінде балалар дәрет алып намаз оқиды деген видео бар ғой. Қолтырауының етін жейміз, жігіт қызбен дәретханамыз дейді. 28 минуттық примерно бір ғана кадрда бар мемлекетте. Таиландқа барсаңыз брат. Өмірде осындай Балидегі қазақтар дейді. Негіз бар. Қазір саяхатта сол қандай? Қарсаңшы там просмотрлар. Саяхаттайтын да. Мынау потолок қой мынау. Жақсы жинайды. по идее. Мен білмейді екенмін. Көресің ғой негізі. Бұл балуан шыққаны 2 жыл бар. Шымкент боласың. Жоқ, бұл шымкентский емес. Бұл ауылда еркек жоқ дейді. Қарапайым да. Аның съемкасы да бір қатты не емес сияқты, мне кажется, ше. Просто вайп. Просто ютубқа Бұл андай сияқты ереге бұл ше басынан түсіретін, басқа елдегі қазақтар түсіреді. Қытайдағы қазақтар, Индиядағы. Міне, мынаны Чоко бар ғой? Чоко фуд реклама не болады. Спасибо. Егер Жарқын ағаның қолынан дәм татыңыз десек, кім Жарқын? Кейіпкердің салтанат дейді. Түсінбедім. Көрдіңіз ба? Чоко фуд примерно реклама интеграциялаған, еще видеолардың ішінде реклама болуы мүмкін тоже. Жарқын аға деген Дубайда кафесі бар білу ғой, примерно. Ал? Жарқын аға деген Дубайда кафесі бар білу ғой, примерно. Көрейікші. Жалпы тревел блогерлардың Қазақстанда көп сондай нелер ғой, амбассадор, либо там бірдеңе. Түсінбейді ғой ана. Өзі ұрып жүре береді ғой дейді. Лайфпен. Негізі ондай күшті качестводан қарағанда жүр ғой андай. Қалай бар форма. Жоқ, андай да. Жоқ, олай да жасауға болады, бірақ потолок качествомен кірсеңіз, мен сияқты позиционерін ұстап аласыз ғой. Сэм Колдер деп жазшы. Сэм Колдер. Оны білем я. Ол лайфпен вообще айыратын кісі. Инстасы кайф ғой. Маған сондай ұнайды, потолок сразу мықты качествомен деген сияқты. Жақсы да кейін. Иә,
сразу Осындай да? сата аласың да, турларында да в целом качество болады да. Қалай жазылады еді? Сол ғой, сол. Осы ғой, иә? Иә. Сэм Колдер. А, ол басқа Не екен бұл. Прям. Бұл Бали, 5 дней Бали деген қойсыр, брат, любой. 12 минут. Кайф қой контент бар. Қазақтың қыздары жүрсе да осылай. Ұлдары. Телефон бүйтіп түсірген да, просто так. Инстаграм, я білемін, нереально түсіреді ғой. Және соңғы видеоларын аш, брат, недавно салған. Мынау бұрынғы видеолары ғой. Енді бұндай качествода көп бюджет кетіп қалады. Жоқ, просто аш, просто андай потолок вдохновения үшін. Ютубтағы соңғы видеосын ашсаш, брат, жәнегі. Біз бұрын осыдан көшіретінбіз видеоларды. Қыран екеміз. Мен саяхатта ұнатам. Completely shot on the brand new DJI Action 5 Pro. Және мен өзіммен осындай адамдарды алып жүрген жақсы көрем. To walk my first ever highline over a massive waterfall. Thought doing this over a waterfall can be scary. Ең компаниям Қазақстандағы ең күшті туризм I'm агенттігі. stoked to be bringing the Action 5 Pro with me on this adventure. It's got better dynamic range and much better delay. It connects to the DJI Що, реклама ғой? super easily, and you can get up to 4 hours of record time on one battery. We should not take the scissors to see who goes first. Highlining is very intense on the mind and the body. Ана видеосын аш. Шлиби түсіре алмайсың деймін. Дәл бұған сразу кіріп кете сау қиындау сияқты сынға. Жо, брат, бұл кешегі 90 жастағы хат деген сияқты, брат. Алматыда жүріп не істеуге болады десеңдер. Брат, Алматыда... Бүгін Шетелге кету керек бәрібір. Ал. Шетелге кету керек. Брат, там просто НН видеосын ашшы, көп машинамен жүрген. Просто айтам, Бурабайдағы кадрды қараш, оны ашсыншы НН страничасы. Маған өте қатты ұнайды ше, сол видеосы. Көп машинамен жүретін видеосын көріп пе едіңдер? Бурабайдағы. Міне қазақстанский блогер ғой, просто страницасын аш. 5-6 машинамен. Я 5-6 машинамен неде жүретін ше? Қай жерде? Ана, слева. Ага, осы. Ау, брат, тревелді продает ғой негізі. Сатып жүреді мынау. Сразу ғой. Осылай тур жасаймыз, go десе go деп жазасың ғой. Маркетинг түн естіп жүреміз кейін. Просто менде болған турға келген кезде андай Паровойда жасау керек, я маркетинг түн да? Дубайда сөйтіп жасадық қой, брат. Паровойда, я? Суға түсіп, ә? Дубайда сөйтіп жасадық қой спорткарлармен, просто түсірмедік оны. Болды, өзім орнына тұрайшы мен. Жо, НН жауып сен, такын. Райсың да? Білмеймін, бір ауысыпсыз. Болды. да, Астанадан Паровой. Паровой тема, да? Жауабыңызды алдыңыз ба? Негізі, иә. Мен қазір Шетелге кет деп тұрсыз ба? сізге фундаментті айтып жатырмын да. Примерно айттыңыз. Оның ар жағында форматы бар, анау кете беруге болады да, естіп отырсақ 5 сағат отырамыз да. Фундаментті дұрыстап отырмын ғой сізге, позиционирование деген нәрселерді ше. Ал қазіргі түсіріп жатқан, ну мен де қазір соны целом тест жасап жатырмын да, тоже бір отырып қана формат емес, негізі да. Аны араластырып, жаңағы развлекательный и экспертный дейді ғой. Эксперт деген жалпы өзімнің білімімді көрсетуді, допустим, қарапайым авиабилет бойынша, анау мынау там. Лучше оны визуально надо доказывать. Түркияға қалай арзан ақшаға барасыз деген нәрсені мысалмен келтіру. Видеомен, мысалмен. Мысалы мынау теңге деп кадрлар ауысады каждый раз да. Брат, мына видеоны қараш, Алматыда түсірілген ғой мына видео. Просто әшейін айтып оны. Бай турға шығамыз. Мына отан сүйу деген, еліңді сүйу деген, еліңді таныған сайын, еліңді сүйесің, махаббат болады. Ал енді мына жеріңді таныған сайын, жерге деген махаббат пайда болады. Мен бәрін өзім жақсы көремін неге алсай. Өйткені бәрінен келе жатқанда, кәдімгі өліп тамақтанды, өйткені бүкіл жаңа өмір қабылдаған да. Мемлекетте тек қана жақсы табиғат, жақсы ауа, жақсы тамақ, жақсы демалыс, жақсы әңгіме өліп тазалатады да, и сен өзі
экспертный контент дегенің ғой, мысалы, брат. Кайф қой, просто әшейін алматы, бірақ видеограф түсірді, брат. Барғың келеді ғой? WhatsApp-қа жазыңызшы маған. Несін көрді ма? Новый отельдер ашылды деп түсірді ғой. ол не экспедицияға шығады ғой. Жоқ. Алматыда новый гостиницалар ашылды. Иә, білем. Капсульный не деген ғой? Звездная деген. Звездная деген жер ғой. Негізі ойда бар андай алдағы турлар болады ғой. Тур болған кезде осылай көрсету да турдың барысын. Брат, сен нені нетсең, что важно для этой аудитории, которая у тебя есть, қыздар ма? Қыздар барады, тут қандай возрастағы қыздар, қандай цельмен барады, пофоткаться, фотоға түссе, что именно важно? Шоппинг важно показать, фото, ескі нелер, вайпты, брат, беріп тастау керексің ғой, брат. Страшно же. Кайфовать детінде ше. Негізі, брат, қаттандай бір. Любой, брат, Қуаныш Бейсек, брат, мысалы ше. Қуаныш Бейсек, Венера Байжігіт екеуі 2016-да просто шетелге алып бару Кукаға интересный болды ғой, брат. Ол кезде Куканың жасы қаншада еді, да? Вот сол сияқты бір Куканы тауып алу саған негізі возможность бар, да? Талантливый бір Қуаныш Бейсековті тауып алу деген сияқты, да, брат? И оған ол прикольно прокачиваться етіледі, шетелге барады деген сияқты, да? Видеоның бәрін бартырға түсіріп береді, әшейін шетел көрген үшін. Талай видеограф тауып алуға болады ғой. Тура сондай история, брат. Просто жәнегідей под запрос вашей аудитории, өзің аудиторияның запросына қарай, не көргісі келеді олар. И просто go, короче, келесі немене, там, декабрьдің 14-і дейсің да, 7-8 рилс тарсылап салып тастауға болады, да? Бүкіл астына 300-400 коммент жинайтын сияқты ботпен ше, чат-плейс настраивать етіп береді жігіттер. И все, короче, бәрі СРМ-ға түседі, гүр, 20 орын, 20 қыз дейсің да. К примеру айтамын да, брат. Таких же параллельно много групп можно делать. Бір группа жабылды, сори дейсің, екінші группа жібере бересің, олар бір-бірінен не зависит. Просто за счет хорошего контента, брат. Да, контент. Сұрақи? Сол, в принципе, өзімнің нем бойынша бітті. Жеке. А қазір қалай жинаватсың клиенттер? Таргет. Ага. Потом, жаңағы таргет деген кезде уже қорқасың. Салам, таргет өзімнің қалыптасқан сарафанка. Қанша пайыз сарафанка? Сарафанка, таргет, потом Инстаграмның өзі. 700 адам сарафанкада қаншасы сарафанка? Жоқ, мынау емес. 700 адам деймін. Каппа деген рабочий. Мына жақтан мүлдем сатпаймын мен. Жоқ, 700 довольных туристов деп тұр ғой. Қаншасы сарафанка, қаншасы таргет? Сарафанка где-то 10% шығар. 70 адам, 630 адам таргет па? В основном сондай таргет негізі. Бәрі бьется у тебя? Қазір соны айтып берейін. В целом сол сұрақ бойынша қандай сұрақ еді екінші запрос? Сонымен негіз қойған жоқпын ғой. Керек емес, жаға кіріп кетпейікші. Иә, пока тыңдалайын. В целом мен 2 жылдан астам негізі өзіме емес, мына страницаға побольше внимание бөлгем да. Блогерлармен коллаборация жасап көрген, бір-екі актрисалармен, таргет бойынша болсын, андай розыгрыштар, маркетинговый бірдеңелер жасаймын, андай ранний бронирование деген нәрсе деген сияқты ғой. Кейбіреулер жақсы момент кезінде жақсы атады негізі сондай маркетинг ходтарды. И в целом осы қазіргі осы проектіма негізінде ақсап жатқан дүниелер бар, по идее. Қазіргі сату стратегиясын, осының сату стратегиясын жақсарту үшін қандай өзгерістер енгізуім керек мына жерге? Біріншіден, допустим, мынағанда, қазіргі стратегиям в основном таргет дедім да, в целом. Өзіңіздің лицензімен шықсаңыз, қазір YouTube, скорее всего, просмотр аз болып қалуы мүмкін. Сол үшін біз не қолдана аламыз? Блогерлерді аластық қуатынша, короче. Харизмасы нормально жүргізетінше, аудиториясы перменістігіне сәйкес келетін, соларды арасында 2 блогер коллаборациялап, солар шетелге жібересіз. Соларға обзор өткізесіз. Солар өзім страницама салам. YouTube-ға сізге қатысы жоқ болады өзі. YouTube-ға. Через солар арқылы сатасыз. YouTube-ға просто менің немді тығу керек та, YouTube-ға қатысыңыз болмайды, солар жүргізеді деп жатырмын. Солар полностью жүргізеді.
Мысалы мен бір блогер алатын едім, атын айтпай қоя салайын, условно. Соның атынан канал ашатын едім да, соны каждый раз шетелге жіберіп, соны обзор түсіріп көрсететін едім. И арасында сенің компанияң қосылып жүреді. Всегда да. Всегда. Мысалы ерсін. Мен бармаймын ғой, қымбат. Именно YouTube па Инстаграмда можно мысалы Бірақ рилс ол қасатын контент болса. дублироваться етеді Допустим, ғой. Қайсар деп жатсыз, ол всегда рилс кете береді. Қайсар айтқан жоқпын мен. Ну, в целом. Одан да бөлек харизмасы мықты жігіттер бар, Вообще айтып отырмын. который қазір 100 мың теңге, 150 мың теңге реклама істеп қорып жүргенше. Аналардың потенциалын барып ашуға болады. Мощный вообще. Негізі. Ойланып қорытып көруге болады, иә, жақсы. Айырады аналар контент ше, барып анамен барып сөйлес, или бір нәрсе қыл, бір нәрсені істе десең, жыртады олар. Давайте, брат, прям шешіммен шығайықшы, мынау вялый болып қалды то. Прям бір бәле өзгертейікші, брат. Сондай контент бойынша Звондаймыз ба бүгін? жоқ, хорошо, примерно енді креатив маркетинг бойынша түсіндім, мен сондай хаттар жасау керек. Қашып жатсыз, брат, істемейсіз бәрібір. Істеймін. Істемейсіз, брат, сіз қанша жыл сосын 2 жылда сіз білесіз. Жоқ, жаңағы таргет бойынша сұрақтарымды есе алайын деймін. Атак жаңағына негізі істе ойымда жүрген негізі. Енді жүрген ғой, енді кімнің личный бренд сияқты болып тұр ғой. Оның алдында мен неме блогерлармен жұмыс жасап көрдім ғой, в целом да, жарнама жасап. Инстаграммен, YouTube деген бөлек ол. Я YouTube болмаған мүлдем. Вообще. Вот YouTube'дың темасын жасау керек. Енді соны ойлану керек болды, жасаймын бұйырса. Келсеңші. Бұйырса, я. Сол. Екінші запрос не? Екінші запрос сол енді жаңағы продажаның көбісі тоже жаңағы айтып отырмын, таргетинг, реклама арқылы деген нәрсе, сол жағы менде в целом ақсайды десем болады. Сату стратегиямды жақсарту керек, соны өзгерту керек та. Мысалы, өзгерістер енгізу керек па, қандай өзгерістер енгізу керек болса. Айтпастатып негізі оны. Сенімділік арттыру, клиент тоже самое осы бәрі айтып жатыр ғой негізінде. Контенттің барлығы YouTube сенімділік береді бүкілі. Не бойынша енді команда жинақтау в целом. Дәл осы менің travel проектіме қандай мамандар мықты жинақталған дұрыс, команданы в целом қалай распределять еткен дұрыс деген сияқты. Мен өзімнің қазір командамда десем болады. Енді қазіргі гид бар в целом да, и жаңағы продажа бойынша 2 менеджер и 1 таргетолог бар. И дизайнер тоже. Әркім өзінің миссиясын істейді, бірақ қазіргі таңда мен өзім продажадан кішкене қанағаттанбаймын. Ну, несінің жұмысын, функциясын. Өзім бірақ продажа қанағаттанбаймын десем болады негізінде. Айына қанша бір 15 миллион, 17-15 миллион? Оборот где-то 10 мен 13 қой. 13-14, 15-ке дейін барады. Жазсаңызшы, родной, что-то түсініп алайық кішкене. Я по цифрам кеттік ехал. Все. Жазсаңызшы, ана мәркез болып. Заметка. Бірінші адам, который өзі жазған біздеге. Жасында, қызық қой. Сендер жазған деш, бірақ сендер жасында жақсырақ. Пигуди братан екінші күн жазды ғой ол. Атын Пигуди деп жазайықшы соны. Дамудараз екінші күн болғанда бірінші Таргетинг, реклама тұр деген. Сіз бассаңыз ғой тақтаға бір. Нотус деген ғой. Заметки. Сіз, брат, біріншісі болдыңыз. Бұл ашты осы бизнесті. Қызығатық. Ашшы. Мына жерге, брат. Алып етіп видеоны перейдім. Сосын мен обучение жасаймын, кстати. Париж деп ше. Мен как раз личный бренд қой. Мен сөйтсем турына реклама жасап беремін, брат. А, кстати, тоже осы личный бренд деген кезде мен осы личный бренд бойынша бір эксперттен обучение алғам. Сол кезде мастер-класс жасап, өзім обучениемді да сатқан болатын. Осы авторлық тур жасауды үйретемін көрші мысалы. Қанша адам 4-5 адам сатқам. Қанша келді? Миллион. 4 адамға. Біз неғып жүрміз? 300 мың курс. Мен лично өзімді айдым. Бірақ ішінде жасап жүргендер де бар. Таргетті бастаймыз да в целом. Команда демедің бе? Команда деген кезде менде в целом бір менеджер, 2 менеджер и 2 менеджер да. 2 ОП деп қойыңызшы ол. 2 ОП. ОП ма ол? Менеджер деген? Менеджерлар ғой в целом. Менде и аутсорсинг бізде не жоқ, белгілі бір офис жоқ, онлайнда жұмыс жасаймыз. В целом аренда. Кім бұл менеджер деген? Продажник бар? Продажник қойшы. И в целом и 1 таргетолог бар. Жазып қойын тоже да. Все, болды. Бітті десін. И 1 дизайнер, олар керек емес негізі да. Креативный екенсіз. Жаза берейін ба? Өтіп жатыр маған.
Екі немене? СММщик, мобилограф Анау деген кім? нәрсе. Бір Д деген? Дизайнер. Дизайнер болды, осыларға. Дизайнер деп жазып тұрады. Т деген ше. Хотя диз деп қой. Таргет. Анау түсініксіз жүреді, оп деген. Осы. Тар деген ше. Сосын Таргы деп қойшы. Г. Анау тарга, анау дизайн SMM. болып тұрсын, күшті екен. SMM деген тұрақты жасамайды, менде керек кезде нанимать етемін, керек емес кезде жұмыстан шығарып жібермесе. В целом сол, өйткені мен өзім SMM Өте сенімсіз жұмыс берушімін деп қойды. жоқ, мен өзім SMM саласын өзім оқығам, тоже мобилография бәрін. Өзім істеймін да, өзім жүргіземін мысалы страницаны. Онша емес жүргізесің деп. Иә, былай енді средний такой да. Оны енді қазір жазбай қойсам болады. Қазір менде не бар, соларды жасаймын мысалы. А гид кім? Гидтар шетелде ғой, олар енді керек кезде сразу несін ғой. Бір екі гид дей салсаң да примерно. Ол қалай шетелдегі гидтар ма сенде? Әр елде 2 гидтан ба? Әр елде гидтар бар. Негізі екі демеймін, бір-екі гид қой где-то. В целом әр елде бір-екі гид. И Қазақстаннан да шығатын бар. Ол аутсорс гидтар ма? Просто сол жақта бір Катя деген условно енді бұл как бы я звондап болды сразу. Өзінің белгілі бір оплатасын алатын гидтар болды. Катя саған 20 қыз жіберейін деп иә, болды, оплата все бітті. Все, хорошо, я понял. Сопровождение полный жасап, аманат қылып жібереді, елге болды. Сұрақ қандай енді бұл жерде? Қандай продукттар бар сонда? Не сатасың? Тур сатамыз. Қазір қандай продукт саттың соңғы жарты жылда? Соңғы 3 айда айтайын ба? Иә. Соңғы 3 айда менде чисто авторский тур Европаға сатылды, Европаға. Соңғы 3 айда 40 миллион оборот жасадым. Авторлық тур шетелге, Европаға Қанша жасадым. адамды, қанша тұрады, Примерно, қанша адам барып тұрады? мыналар Мына жаққа қызық болып жатыр жігіттерге. мынау в общем менде Авторский тур. нелер Команда. ашық енді мынау команда полный да. Мына жерде не жазамын? Ақша. Ақша батыр. Ақша. Менде в целом турларым бағасын жазайын да. Турларым средний чек қаншадан мысалы 390-нан басталады, 390 мың теңгеден басталады. 390 К-дан миллион 190 К-ға барады. Миллион қанша? Миллион 190 мың теңге. Турдың бағасы да самый минимальный и самый қымбатын айтып жатырмын қазір. Авторский ше? Осы ғой, брат. Горячий тур деген сатпайсың? Мен сатпаймын, тек авторскиймен айналысамын. К деген ше? Горячий турды да кеңейтуге болады, негізі в целом да оны алдағы уақытта планировать етіп жатырмын, но қазір менде акцент тек горячий тур, осы авторлық турда в целом. Ну, самый минимальный турдың бағасы 390-нан басталады. Ноябрьда неше авторский тур болды? Ал ноябрьде емес, октябрьдегін айтайын, тоже октябрьде, ноябрьде тоже Европа. Ноябрьде болған жоқ тур. Ноябрьде жоқ? Иә, ноябрьде тур болған жоқ бізде. Менде былай ғой, бізде Европа болғаннан кейін біз 6 ай бұрын набирать етеміз. Допустим, жоқ продажа болады, бізде мысалы қазір мен егер ноябрьде мен полностью майды жауып тастаймын. Декабрьде мен апрельде жауып тастаймын. Солай ғой, поток былай толарымыз, біз алдын ала сатып тастаймыз ғой адамдарға полный. И солай не істейміз да, біз продажалар солай жүреді. Турагентство оған кейін. Горящий емес бізде, кәдімгі бізде авторский тур. Сіздегі сұрақ не еді? Команда Родной, какие жазшы, не болып жатсың? Жүзі команда бойынша, в целом, менде қазір отдел продаж просто дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ, соларға дұрыс стратегия беруім керек, отдел продаж. Қақтан білдіңіз дұрыс емес жұмыс жасаған? Ну, допустим, менде берілген лидтердан продажаларда план орындалмайды. Біріншіден, допустим. Конверсия. Ну, можно продукт вот 3 айда соңғы не сатты көрейінші мен? Тур, авторлық тур. Октябрь, ноябрь 0, иә? Ноябрь вообще продажа жоқ қой, брат. Ноябрьде бар, 15 продажа уже майға полный сатып тастадық, допустим, май айына. 15 продажа, средний турдың стоимости 900 мың теңгеден, 15 продажа. Все хорошо, жазсыз соны. Ноябрь, майский тур. Ноябрь, допустим, 15 продажа сатылды, ал октябрьде, допустим, тоже 25 продажа жасадым. Оны октябрьде қай айға саттың? Октябрьде мен апрельдің жартысын толтырдым и майдағы екінші датаны толтырып тастадым мысалға. Бізде бір тур ғана болмайды ғой, бір айда 3-4 тур жасаймыз. Поток дейді ғой. Сен полный оплата аласың ба? Жоқ, полный айтамыз, предоплата. Предоплата 20%, яғни өзімнің маржамды дейсің ғой. Не үшін 6 айға береді? Ау? Не үшін 6 айға береді? Ну, ранний бронирование деп алғам ғой, как бы скидка ретінде в целом сол адамдарды. Декабрьде адам апару болды ма? Жоқ, оларға уже тур запланирован. Оларға қазір енді таргет жіберіп жатырмыз. Бұл как бы ранний бронирование деген нәрсе, турдың бағасын, мына бағаны мен 900 мыңға сатып жатырмын ғой, получается. 20%-ға ма? Иә, 20% скидкамен, типа осындай дедлайн қойғам, бір айдың ішінде 900 мыңға сатып алды ма адамдар? Майский турда? Уже 25-15 адам сатып алып қойды, полный оплаталарын жасап.
А сен өліп қалсаң кім жібереді бұларды? Қастарына гид жүреді полностью Жоқ, сопровождение. брат, сен өліп қалдың дейік. Мысалы, февральда сен жоқ, Құдай сақтасын. Кім апаратын адамды? Гид мен емес қой, сол мен тапсырып қойған партнерім, бірге партнер жасаймыз, Европада партнерлармен бірге жұмыс жасаймыз. Ол да в курсе, что осылай бірге жасап жатқанымыз, и бірге группалар жинаймыз да, в целом Европаға, в целом полностью. Ақшасын жіберіп тастадың ба уже? Кімге? Гидтарға? Жоқ, жібермейміз, просто так предоплаталарын қабылдап қоямыз, болды. Осыны Орнын алып қояды скидкамен, болды. ноябрьде декабрьге сатуға болмай ма? Болады ғой, в целом. Жоқ, мен жәнегі сұрақ открытый жиги. Қайсы бойынша? Условно говоря, андай ситуация жоқ, мынау просто маркетинговый ход қой, просто ранний бронировано и все. Бұны продажа деп санамай ақ қойыңыз, декабрьге, январьға емес, бұл маркетинговый ход просто. Что сентябрьда? Сентябрь полностью жаңағы неге сатқам, март айларына тоже самый ерте турлар, бізде ерте бронировать етеді да, просто адамдар барлық. Видите, менде просто декабрьге де каждый айға тур қоямыз. Вот менде сентябрь, ана жақшаға жаш, ана май, сентябрь 10 деген сияқты мысалға да, в целом. Жоқ, мысалға емес, брат, конкретно. Я осы 10 продажа сентябрь. Қай айға бұл сатылды? Сентябрь, сол март, апрель, июнь аралас адамдар ерте сатып алады, просто продажалар кетеді бізде. Біз алдын ала ерте, виза просто Европаға жасалғаннан кейін, Европаға біз окошканы ол майда сіздер майда барады деп ойламаңыздар, олар уже январда визаға тапсырады. Уже даже декабрьде уже визаға кіреміз олармен. Уже біз жұмысты қазір саттық па, бұл кісілермен жұмыс процесі уже декабрьде, январда басталады кәдімгідей. Типа олар күтіп отырмайды, я майға дейін. Олар визасын күтеді, анасын күтеді, насын күтеді, бұл сәл долгий процесс. Концертпен бара ма или что? Или турға бара ма? Турға барады, арасында концертный турларды жасаймыз, но в целом бұл авторский тур. Там включено жаңағы перелет, полностью сопровождение, уникальный маршрут деген сияқты ғой, полностью. Айына бір тур жасап отырасың ба? Бір емес, бір, екі, үш тур максимум жасаймын Европаға. Жаз сезон бізде жазда болады, жазда уже Турцияға, Грузияға полный жасаймыз. Ноябрьға производство жұмыс істеп жатыр ма ноябрьда? Қазір сенде? Ноябрьде қазір тек қана біз алдыға турлар сатып жатырмыз. Ноябрьде продажа ғой. Иә, продажа. Производство ше. Производство деген. Предоставление. Қазір осы біреуді жіберіп жатсың ба басқа? Мысалы, жоқ, қазір жоқ, қазір пока жоқ, ноябрьде жоқ. Ноябрьде сатқан жоқпыз. 6 ай бұрын сатпадыңдар ноябрьге? 6 ай бұрын ноябрьге сатпады, өйткені мен Евротурға осы 2024 жылдың жазында ғана бастап ашқан болатынмын Евротурларды. Сол үшін ғой мен сіз түсінбей жатқаныңыз мүмкін. Оның алдында мен Түркия турларына, ол енді бір ай бұрын ғана, допустим, мен ноябрь и декабрь бойынша ғана сатылады ғой в целом. Я оны кішкене сәл түсіну, сәл стратегиясы бөлектеу да бізде. 6 ай деген бір жерде тұр ма? Ондай естіген бе едім? Жоқ, андай ғой, визасы жоқтар ғой, туризм сондай. Брат, бұл жерде анандай ғой, туризмда енді сәл нелеу, бұл енді просто маркетинговый не ғой. Қазір сіздер Sweetberry турагентстволарды көріп жатсыздар ғой. Sweetberry'лар осы келесі жылы 2026-ға тур сатып жатыр уже, не то что 2023. Сұрағыңыз команда еді ғой? Команда, я в целом команда, отдел продажи жұмысын жақсарту. Где-то $1,5-2 келеді негізі лид құны. Ал патрата $30-40 тері күнделікті бюджет. Осы авторлық турға, допустим, декабрьге, январьға мен тур Европаға таргет рекламасын жібереміз. Айына қанша бюджет? Айына где-то $1000 таргетқа кетеді. Логикадан понимание бар ма? Қалай есептеу керек? Я $1000 таргетқа кетеді. В целом, мыңға жетпейді. 800 бен $1000 арасы. Точно айтсаңыз қанша? Күніне қанша доллар кетеді, қанша лит түседі? Күніне қанша кетеді? Жазып айтыңызшы, күніне қанша кетеді? Күніне $30. 40 еді жаңа ғана. Жоқ, мен всегда емес ауыстырып, өшіріп жаңа кім сияқты ғой бізде өшіріп. $900 ма айына? Иә, айына $900. Жазыңызшы, $900 айына. Айына $900. 9 наоборот жазатын көр екен. Аслын. Аха. Доллардың бір сызықшасы жоқ па? Қанша лит түсті сонда 900-ге? Мынау қай айда? $900-ге қазір мен телефоннан қарайыншы. Мынау мысалға сентябрь айына кетті. Комментарийде жаңа хейт жинамасын. Неге? Салмай қоямыз. Жоқ, маған қызық болып отыр, брат, енді. Қазір контентті өлтіріп, сен Қайсарды жіберіп, Қадырбаевты түсіріп, бұл операционкада бейіс қалса. Операционка жағы сәл бір кішкене. Продажа жағы ғой, салым. Иә, басты қойды ғой. 900 келеді. Аха. Отдел продаж айына қанша продаж істейді? Отдел продаж 10-15 продаж, где-то максимум. Ана 25-те.
25 бұл ерте сатылған және ранний бронированиемен деме ғой, типа Саналмай ма? скидка бойынша ғой. Саналмай ма? Саналады. 15 дедіңіз ғой максимум. Жоқ, самый потолок таргеттан келетін деп отыр. Мыналар бар ғой, мысалы таргеттан келмеген, мысалы айтқан кезде сіздерге айтайыншы. Просто сіздер кішкене логикасы болғанда бізде басқаша система жүреді да. Жаңағы ранний бронирование деген нәрсе, бұл жаққа мен таргет ақшаға құртпаймын бұларға. Неге қайдан келеді олар? Инстаграмнан келеді болды. Өзімнің подписчиктарым арқылы келеді. Таргеттен не сатасыз сонда? Таргетті жіберем. Таргеттен де тоже сондай жаңағы Европаға турлар жасаймыз. Ол жақта в основном атады. Ну, как бы лид продажалар вот слабый именно таргеттан келіп отыр. Мысалы, мына лидтардың продажалардың көбі менде чисто жаңағы неден келеді, сарафанкамен и Инстаграмның өзінен келеді клиенттерден. Таргетте бұны сатпайсыз, басқа нәрсені сатасыз. Иә, таргеттан да осыны сатам. Бірақ дәл қазір таргеттан әлі продажа болған жоқ. Бір-екі продажа арасында мүмкін қосылып кеткен шығар мынаның ішіне. Бірақ таргеттан продажа өйткені чек қымбат қой бізде. И таргеттан бізде менеджерлар сата алмай жатыр да. Особо қиын. Холодный үлкен чекқа сату оңай емес. Сол, иә, допустим, саған таргеттан түседі, турдың бағасы 1.200.000, 1.900.000 теңге деп айтамын. И сол үшін де менеджерлар сатуға қиналады да, и осы продуктты. Бәрін кім сатты? Менеджерлар ма? Менеджерлар сатты, иә, бұл бірақтан таргет жіберілмеген. Аккаунтқа қайдан келеді клиенттер? Рилстан келеді, аккаунтқа подписан адамдар бар, 14.000 адам подписан ғой, солар сатып алған полностью. Точно ма? Бәрі ма? Вообще таргеттен жоқ па? Таргеттан арасында ғана деп отырмын да, 2-3 продажалар ғана. Мен сұраймын просто таргеттан, менеджердан. Бізге таргет рекламадан деп келеді ғой. Цифрға кіре берші. Не болды? Таргет деген заявка, лид деген сияқты. Қашан? Октябрьде, допустим, таргетке бюджет кеткен. Допустим, РМП наш. РМП таблица наш. РМП кім? Осы жаққа келген кезде енді біраз шайып жатырмыз. Мысалы, сол үшін де келген болатын негізі мына жерде отдел продаж. Жоқ, негізі мен осы сұрақ бойынша келген болатын ше, негізі реально. Осыны полный ашып алу үшін деген сияқты ғой. Таргеттің шекемесі соны $900 ветерға кетіп отыр ма сайын? Ай сайын емес, оның алдында мен жазған айтқан жоқпын, алдағы осы 2 ай бұрын ғана айтып жатырмын ғой. Таргетта кім карточкасы тұр? Таргетта менеджердің несі тұрады, менеджерға прямой заявкалар түседі ғой. Карта. Менің карточкам. Каспи бизнестан ба? Или Каспи Голд? Каспи Голдтан шешіледі ғой. Қарашы, октябрьда брат, Facebook қанша шешкен выписка отыр. Жоқ, маған өзі оны кім таргетолог жібереді несін. Таблицасын ше толтырып салам. Енді лид 1.5 жақсы ғой. 1.5 деген доллар по идее. 1.5, 2-3-ке бар кетеді кейде үшін. Бүйтіп тұрады да, скользить етіп тұрады всегда. Көрейікші брат, қанша бюджет неттің? Қазір брат ашып отырмын. Мен лидті тоже қарамаймын Facebook аккаунттан, адстан. Мен CRM-кадан қараймын. В общем, бюджет кішкене сливаться етіліп кетті десем болады. Запорил. Қойшы. Иә, оценка емес, бәрі конченый отыр. Андай бір не жоқ қой, бір герой болып отырған ешкім жоқ қой жерде. Пигоди айтсаң, пигоди да. Пигоди, братан, трансформация болып келді ғой да ертең. Жалмаш, родной. Жоқ, нормально айтамыз ғой. Октябрьдің полностью не бойынша рекламная услуга 279.000 теңге полностью выписка бойынша. 279 теңге. Октябрьдің 1-нен 31-не дейін кеткен. Facebook аккаунт. Понятно, разница, ой, ё-моё. Жоқ, ол $900 деген, по-моему, сентябрьмен шатастырып тұрмын да кейде. Қай жер? Октябрь деп тұр ма? Иә, октябрь, бұл октябрь точно. Разница бар ғой уже. Хорошо, күшті, хорошо. Енді қанша лид келді осыған? Қазір бұған қайдан қарайын деп жатсың? Таргетолог маған таблица жібереді. Типа октябрьде осынша лид түсті деген. Жоқ, лидтер қайда түседі? Лидтер менеджерге түседі. Менеджердің бизнес аккаунтқа түседі, мысалы. WhatsApp-қа ма? WhatsApp-қа түседі, WhatsApp. Неғып CRM-қа қосып алмайсың, родной? CRM-қаны соны енді қосып жоспарда болып отыр, әлі қоспаған ғой. CRM қосып беріңдерші? Қосып беріңдерші десең да. Кім? Жеге, CRM қосып беріңдерші? Бизнес WhatsApp-та бит скринда алып отырмын. Брат, Bittrex-ті салам, енді қосу жоспарда отыр осы жақында ғана. Күшті. Давай. Бюджет содан қанша лид түскен? Менеджерлар қайда жібереді отчет? Сегодня получили столько лидов. Маған жібереді, былай WhatsApp-қа жазамыз, просто андай CRM болмағаннан кейін, мысалы маған жаза салады ғой.
кішкене профессионализм сол жағынан кішкене хромать етіп жатты, жігітше мойындау керек. Мен сол үшін енді соны қазір сен продуктсың ғой, брат, сенге тур ұйымдастыру да, сен шеберсің, брат. Иә, ол жақтан шебермін. Вот именно осы жақтан келген кезде менде кәдімгідей срывтар болды. Мен оны Евротурға жасап бастаған кезде байқадым да. Мен өйткені Евротурны осы 2024-тің көктемнен ғана бастадым ғой. Вот сол кездерде уже үлкен чектер басталды осы кезде. И сол кезде осындай срывтар байқалды кәдімгідей. Мен сол үшін де уже тревога болды. И қазір вопрос содан шықты, что мен қазір Евротурды басталғаннан кейін мына жақтарда пониманиялар уже қиындап кетті да, лид деген нәрселер. И қазір CRM системаны осы Bittrex деген сөйлесіп жатырмын, уже енгіземіз скоро, уже жақында. Bittrex емес, бар, Amos CRM мысалы ең. Қанша лид түсті бізге октябрьға? Жиги это база ше, вот любой барына қатысты ше. Хотя бы көк дәптерге жазыңдаршы. Да, көк дәптер сатып алыңдар, опять. Сонда жазып отырыңдар, Excel насыпасаңдар. 124 заявка түскен. Октябрьда ма? Қайдан алдың, родной? Не, брат, полностью отчет турлар бойынша. Машалла. Алихан таргет болып па? Иә. Ол каждый айда осылай жіберіп отырады, сентябрьде осынша лидті, и каждый турдан, допустим, Европа, Турция дегендерден нәтиже болғандарынан салам. Менде осы жағынан прям big problem десем болады. Бірде жетпіз. Жоқ, теңгемен айтсаш, брат? Теңгемен. 900 теңге қазір. Нам бөлесі, родной. В целом онлайн бір менеджер ғана сатады. Осы именно осы лидтарға обработать етеді. Бір менеджер деп десек болады. Күнне? Сонда? Қашанда? 860-30-ға бөлсе. 26-ға бөлсе. 800. Сценарий даже. Да, вот это. 10 сколько? 10, 11? 11. 10-да 8 болып тұр. 11. 10 лид. Бали, Дуа Липа. Концерт па? Иә, концерт. Япония. Ол жақтарға Хит Евротур. көрдік, продажалар особо болмағаннан кейін таргет тоқтатқан болар. Қанша сатылды, брат, Балиға? Балиге 4 продажа ғана сатылды. Жүріп келдіңдер ма? Декабрьде болады. Подождите. Сейчас будет интересно. 4 продажа, стоимость тоже айтамыз. Сейчас, брат, подожди. По-братски вот эту удалю, ладно? Вот эту. Негізгі проблема мына жақтан болып тұр ғой, по идее ше. Иә, осы жер болып тұр, осыдан кеткен үшін менде Жиги, мына жерден болған кезде сіздер шеберсіздер ғой? Сіздер шеберсіздер, да? Сіздер енді біраз предпринимательский мышление болу керек. Қазір 2-3 миллиондық контент түсіріп, блогермен коллаб жасап, мына жақта айырылып, тетя Оля гиттарыңыз болмай қалса, дофига тур болып қалса, түрмеге отырасыздар. 5-6 адам группаға қосылады, WhatsApp КТК-ны шақырады, сорланып тұрасыздар бейт, алаяқ ақшасын қайтармаған деп. Сол үшін бірінші нәрсе операционканы қою керек ше, санау керек, вообще мен планирую қалай өсуге деген сондай сұрақтарды ше. Мына жерде логика бар ғой, по идее, мен логика көрдім және мына жерде Балидің. Давайте, мынау общий, это общий, ладно, затраты. Теперь по продуктам пишем первое Бали. 27 лидов. Цена лида 1,7, 75. Это один, если что. Сколько продаж Бали? 4 продаж по Бали. Қаншадан? $1350. $1350 бір адамға. Хорошо, теперь вопрос. 47 бюджет, 47 бакс. Цена клиента деген затты, брат, айтпаңдар, есептеші. Тихо. Здесь вы должны, пропорция, дискриминант, F10, MG деген сияқты вот так считать уже, считать, мозги должны считать. Куда я деньги салып жатырмын, мынау тема ма, Бали не в тему ма деген сияқты. Посчитай, брат, клиент қанша тұрады? Клиенттің құны 27
4 продажа болғаннан кейін ба? Давай, брат, қандай формула? Вот смотри, саған вот цена клиента деген затты санау керек. Қаншаға маған түсіп тұр ғой, получается. Бір клиент қанша тұрады? Қанша тұрады? Вот қара, Бали бойынша істеп тұрады. Сен бюджетті бөлесің продажа санына, чек санына. Давай, енді есепте. По-братски, вот реально вот такая, и бәрі сол ше Қазақстанда ше, на этом уровнеміз ғой біз өкінішке орай ше. Конечно, бізде жалпы ішкі өнім вата болады, экономика вата болады. Ну, база, пацаны, мынаны білмесеңдер, анда 2 миллион табам, 5 миллион табам, Rolls-Royce мінем деген қуған әңгіме айтпаңдаршы, по-братски. Давай, брат, мы потратили, смотри, 47 баксов. $47. Давай. Общий бюджет. $47 бөлінген. 7-те 5. Астына бөлу. Сызықша ғой? 4 продаж. Тең? 47-те 5, 4. Ма? 11,875. Жазды. Мына жерге жазсаң. 11. Вот вопрос. Бакс, я? Сколько это процентов отсюда? Нам көбейтші 100-ге. 100-ге көбейтті. 1350-ге бөлш. 1187. Жоқ, осыны көбейттің ба 100-ге? Я 100-ге көбейттім. Енді мынаған бөл. Бөлем 1350-ге. 0,87, 0,87. 0,87. Еще раз, 11-де 87 көбейтем 100-ге. 11 бакс көбейтем 100-ге. Бөлемін 1350-ге. 0,80. Ну, сколько? 10% же, правильно? Максимум. Вот, 10%. Ой, сори, доллара говорю. Подожди, братан. Енді вопрос, қараш, отырш, родной, отырш. Все. Сен маған айт, қара. Сен бейтіп $11 апарасың. Саған $1350 келет. Кім айтты сенде таргет істемей атыр деп, макыз деген. Қайдан алдың? Ерегеңдік әшейін болып қалды ғой? Жоқ, таргет... Брат, мынау таргетологи, мынау істемейтін таргет ба? Жоқ, конечно. Сценарий, Енді вопрос, смотри, давай дальше. Подожди, брат. Продажа жағынан емес, брат. Қараш, конверсияны айтыңдаршы, жеге 27-тен 4 продажа, сколько процент конверсии? 400-ді 27-ге бөлші, брат. 20%. 14. Конверсия 14%. Сен ана қыздарына рахмет айту керексің, да, брат? Без CRM-ге бүйтіп атқан саған. Енді здесь просто вопрос теперь финансовой грамотности. Вот давайте вот здесь финку посчитаем. Финмодель. У тебя есть 1350 баксов. Какие здесь расходы есть? Отнимаем здесь цену клиента. Правильно? Бұл жерде себестоимость айтайын ба? Сосын? Пигоди сияқты есептеп атырық қой жәнегі. Все. Айта бер. Себес? Себес где-то $850-900. 850 деп аласыз. $850 ғой. Сосын тағы қандай расход бар? Рассрочка қала ма? Тұрыш. Рассрочка емес, именно на моментте наличка алғандар. Рассрочка алады саламда адамдар. Болады, На я? моментте рассрочка қарастырыла ма 24 ай 12 ай. Қанша пайыз сенде 12 ай? 15-те 5%. 15-те 5%. Значит, в среднем бір 9-8% рассрочкамен Каспий кетеді, солай ғой? Мен рассрочкаға в целом үстінен біз... Сен қосасың, иә? Қосам, өзінікі. Мен оны не істемеймін. Каспий, есте бәрімізді қырады ғой осы үшін. Мен чистый садам Каспий. 300 мың чек налға, 300 мың чек Каспий. Аха. Қазір барлық өйткені содан дальше. Не бар, налог бар ма? Ұстап беріп отыр сен әсет. Налог бар ғой, иә? Иә, налог. 3% қанша жеги? 3%. По-братски. 1350-дің 3%. 39. Точно? 40 45 40 40 ба? 45 ба? 45 бакс, иә? 45. 40,5 емес па? Хорошо. 40%. Точно ма? По-братски есептей салыңдаршы, 1350-дің
минус 97% деп жасады. $40,5. Минус 3%. Ау? Минус 3%. Ну что, 3%. Вы сейчас Хотя- калькулятор по-другому работает. Сейчас калькулятор новый iOS да по-другому работает. Қанша екен Әсет? 1350 минус 97%. Вот. Қанша екен? 40 табес, дұрыс. Че дальше? Қандай расход бар? Менеджерға қанша бересің? Менеджер продажадан 3% алады ғой. Тоже 40 бакс. 41 дей салшы бұны. Ja. На мен өшіргелі жатсың ғой, прикинь. Өтті ма? Өтпеді ма? Ладно, қазір біраздан кейін жақсырақ шутка айтамын. Болды ма? Иә, менеджер тек процентке ғана япса. Now, check. Now, marketing. Мынау Себеска. себес. Мынау налог. Опа. Және де Мынау опы Каспийдің. Офис қанша тұрады? офис жоқ, аутсорсинг. Қойшы. Енді есептер родной. $400 қалады. 400. 1350 уже санап тастады брат. 11-де 400 қалады тұрмын. Чуть разница $1-2. Нормально? 397 ма қалады по-моему. Родной калькулятор. 41 ма? 407. 407. Чит ашып. Макс, кім айтты саған таргетің істемейді деп? Істеп тұр десең ба? Балиді просто, брат, ұрсайшы $470 құйса. Сонда мен құю керек болып тұрмын мына жерде, бір сол. Сен, брат, сендер брат, мен осы $150 деген, $15 деген, сендер в общем картинаның қарасаңдаршы есептеп. То же самое, брат, сен Швейцарияң қазір солай болады. Солай, брат, солай. Балиді есептемеймін, басқа. Мына жерде қараңдар, жеге біздің 324 литтің 27-сі Бали, $47. Барлық мына бір 279 теңгенің шығардық да. По сути, 200 мың теңге с одной поездки тауып жатыр да ағамыз. Сен анау предоплата ма или $350 предоплата ма или тікелей полный оплата ма? Қайсы? Ана $350 деген общий не ғой? Саған жазғанда именно предоплата жасай ма немесе полный төлей ма? Предоплата жасайды, предоплата. Допустим, $200 предоплата тастайды ғой, мысалы. $200 предоплата. Полный оплатасын қашан аласың? Полный оплатасын мен мына жерде Балиді без авиабилета сатамын да, именно Балиді. Авиабилетті продажа кезінде сразу менеджер мен клиент екеуі отырып, келісіп, сатып алып көмектесеміз. Не, ну ладно, пацаны, вы чё, вот смотри. Ал 11 бакс салады. До турға бір ай қалған кезде, либо 15 күн қалған кезде қалған оплатасын Астатыкін жібереді. Қанша жібереді? Предоплата қанша доллар? Предоплата где-то в среднем $200 десек. Ну, в целом мен 40% аламын да, негізі предоплатаны общий суммадан 40% аламын. Да не, по минималке даже он, пусть Ну, предоплата. даже $200, иногда 40%. 6 айға келісетін болса, мысалы, рассрочка. Иә. 6 айдан кейін ұшатын болса. Жөні, Бали ертең ғой? Ертең емес, декабрьде ғой, мысалға, бір айдан кейін. Жоғы, батсыны, бұл ақшам вообще ұстамау керек майға дейін. Вы чё? Майға дейін ұстамайсыңдар бұл ақшаны. Жатат бұл фондта, нереализованный. Негізі, иә. Нереализованный зат біз ерсін екеміз әлі отырған жоқпыз, санаған жоқпыз, қанша таптық деген сияқты ше. Санақ қойған мен. Жоқ, сен санақ қойған, сен біраздан кейін отырып бөліп өйткені біз әлі бітірген жоқпыз да. Пацаны, салам алейкум, кетіңдерші деп кетіп қалсам, мысалы ойланып отыруға болады да. То есть вы должны же сперва услугу предоставить. Не, вообще я говорю, вообще, брат, қия салам мына жерде. Жоқ, брат, қазір Балиге набор болып жатыр, қазіргі күнге дейін 4 продажа ғана болды. Набор әлі продолжается. Я енді сен ойлап жатсың, сен таргетті қашан өшірдің? Таргетті осы жақында ғана өшірдім. Өшірген кезде где-то еще $20-30 ғана таратып жүрдім дедім ғой, сол моменттер. Неге өшіресіңіз? Неге өшіресің деген нәрсе болып тұр ғой, брат. Макас па? Кеш. Макас болып тұр ғой. Танысып алыңдаршы жеге. Танысыңдаршы. Немен айналысасыңдар өз араларында. Болды ғой, осы ғой, брат. Понимаете? Просто таргет бюджет увеличить етуім керек қой, конкретно енді ол кезге. Конкретно ол емес, конкретно ертең менеджерларды увеличить ету. Я осы кәсіпкерлер $20 деген нәрсені қайдан шығарып алған негізі? $20-50. Сол өзімізде кішкене страх бар ма, білмеймін. Қандай сұрақ? Білмеймін ғой, вот именно. Айына 100 мың теңге табасың ба? Жоқ. Не сұрақ? Білмеймін. Қараңыз да, мұнда 6 айдан кейін ұшатын болса, ана ақшаны қоспайтын болса, ол өзінен басқа ақша шығару керек па? Брат, таргетке айналымға расходтарға ай сайын. Енді брат, ол енді бұл қате жасап жатыр да. Бұл бұрын тапқан ақшасын бүйтіп
былай нормально жүру керек ғой негізі. Он должен сейчас, мен және неге сұрадым, қазір производство не болып жатыр деп. Қазір бұда бір группа Европада гулять етіп жүру керек еді, чтобы ол осы айда ақшасын шешесін. Осы айда біз планировать еткен жоқпыз просто. Осы Европа алдыңғы айда ғана бітті, нормально. Жоқ, вообще айтып отырмын. Мысалы, каждый ай жасаймыз. Вообще айтып отырмын. Бізде декабрьде де, январьда да турлар бар. Мен немен сіздерге мынаны ғана сатып жатырмын деп ойлағанмаңыздар да. Бұл просто как бы маркетинговый ход. Алдын ала турларға адам төмендетіп сату. Біз ғана жасамаймыз бұлай. Турагентстволар көбі жасайды, Суетбери болсын, барлық турагентстволар алдын ала өздерінің несін сатады. Юнит экономиканы оқисың. Ал атак декабрь, январь турларымыз бар да. Юнит экономиканы оқисың. Максимально. Окей? Максимально аналитика, метриканы просто отырып бір түсініп аласың. Болмаса мына жігіттер сияқты мамандармен консультация. Мына жақта кәсіпкер тур жасай алады да, грамотный. Мына жақта ол кісіге маркетинг жасап бере алатын жігіттер лента сатып жүр да, условно айтып отырмын. Сәл үйлендірейік та бірімізді, рыноктың бәрі сол үшін мына жақ сатып жоқ дейді. Лента родной. Мүмкін, допустим, қазіргі таргетолог бар емес па, и осындай моменттерді айтпайды. Ол турға жиналып отыр ар жақта уже далада жүр. Бірақ мәселе таргетологта емес. Таргетологтар тоже бастары үшбұрышы. Бұл жерде коммерция ғой, брат. Коммерческий взгляд болу керек, да? Коммерческий перевод. Должны же были тебе изначально. Либо понимание. Типа база болу керек, сен өзің. Ты сейчас понимаешь, что ты не таргетолог? Что? Ты не таргетолог, ты коммерц, ты умеешь это все считать. Таргетолог, он ему отправляет отчет в WhatsApp. Да, понимаешь? Отчет, запуск полностью. А полным наны мен санап бере аламын тоже. Маған сондай маркетолог керек болып жүрген негізі. И так та мен оны түсініп, негізі 2 ай бұрын түсініп қалам. Потом, брат, мынаны көп қылып табасың да, видеограф аласың да, қасыңа ерсімен барып, Өркен ағамен бәрі, Тавасар бәрі. Брат, бұл теманы жаңағыдай айтып жатырмын ғой, бізде евротурларды басталды ғой, үлкен чектерға сатып бастағаннан кейін, мен уже осындайлар көргеннен кейін, целом ойлап жүрдім да. Балиға барып шешіп тастап басқалардың реакциясын көрмейсіз ғой. В общем, турларды целом Толстой сатып, люблю бомбасты. Осындай моменттерін білетін маман керек болып жүр ғой, негізі өзіме де по идее соны қарастырып жүргенмін. Осы кез келуінде орта табудың да целом бір целдары сондай болған да целом. Негізі бассейннен сөйтіп шықсақ болады. Мен өзім как эксперт ретінде жүресің. Целом мына жақтарды тапсырасың деген сияқты. Брат, это нормально білмейміз. Біз тур жасай алмаймыз. Солай мен ағылшын. Я өз саламның экспертімін, базар жоқ, бірақ осындай моменттерде мен будем прокачиваться. Инсайт бар ма бүгінге? Иә, бар әрине. Мен иткетті осы разборға келуімде бір себеп осы болды ғой. Екінші сұрақ, осындай моменттерді қалай шешсем и целом дальше қалай шагтар деген сияқты ғой. Просто брат тұрс мамандарға барсай. РМП бар ма? Мамандар жоқ қой. WhatsApp'та, братан. СРМ Сәметке да ма елде? Жоқ, WhatsApp көп болады, таргетолог жіберіп отыр. Ну, қайта жіберіп отыр ол да ше. Здесь момент логики ғой. Вы изначально должны бірінші финмодель баста. Финмодель, одан кейін маркетинг пен продажаның коммерческий вообще аналитикасы. Потом және уже дальше кіруге болады да, таргетқа не түсірем, қандай актриса алам, локациямда артыма көк свет қойын ба, RGB қызыл свет қойын ба дегенше. В общем, картинаны қарасаңдаршы, мына жақта таргетқа құйып тастасам, мына жақта мен гидтарым жете ме, жетпей ма, или походу маған уже директор алу керек, офис алу керек, бүйтіп жүре беруге болмайды деген сияқты да. Боль такой кәсіпкерский мышление. Все, Алла разы болсын, күшті болды. Сұрақ сол негізі осылар ғой. Сұрақтар жоқ, басқа кәдімгідей 2 сұрақ бойынша да алдық. Ең момент сұрақ осы қиын болып жүрген осы тема болған по идее. Енді маркетинг былай жасап жүрмін, идеялар айттыңыз, и маркетинг юнит жағын оқып, сол жақтан білім алып, мықты мамандармен жұмыс жасау керек болып тұр ғой. Дальше өсу үшін болды. Рахмет бұйырса. Маркетологтар жетіспейді. Маркетолог қойып, сәл маркетологтың мына жерде маған көмегі керек кәдімгідей. Сен де брат пактар раздавать етіп жүрсің да, съемка қалай жасайды деп. Мына жақта отыр условно. Контент, аналитика деген темада адамдар да керек болып. Бәріне қатысты да. Ма біраз кәсіпкер жігіттер шығайын деп тұр ғой. Бизнестің продюсерсіздер ғой сіздерді.
тез үйреніп алып просто екі затты қосасың Осы- біреу пигоди жасай алады тур жасай алады кафе қоя алады біреу продюсировать етеді болды Осы жақта болған сделкалардан біз 30% аламыз, иә біз акселерация создавать еттік бүгінгі күні бәрілердің доляларындамыз деп жоқ шынымен болды ернар дегенсің жоқ достойный жігіт өзге беріп кетеді ғой рахмет деп құрметті инвесторлар бізде жақсы проекттер бар біз бірінші раундқа $200,000 привлекать еткіміз келеді мыналарды обучать етіп кәсіпкер қылып шығарамыз деп біраздан сөйтіп те отыруымыз мүмкін да оказывается күшті алла разы болсын мощный болды сол енді кейбір моменттер болса енді білмеген нәрсені айту керек қой біз білмеймін деп ол намыстанатын нәрсе емес білмеген нәрсені білу үшін келдік қой осы жерге сол бұйырса рахмет жақсы отзыв алып қалайық сразу осы жерде да окей жеке өзі қалу керек та қандай комнатада. или өзі сол кезде ашыла ма ашылады давайте жеке батылдық үшін мойындаған үшін не знаю үшін не дейік